Үй тапсырмасына келетін болсақ, мына есептерді for операторын пайдаланып, A-ны және Ә-ні есептеп шығаруымыз керек. Ол үшін idle'ымызды ашамыз. File open рабочий стол 8-ші сынып 18-19 бірінші тапсырма. Мен сіздер үшін жазып қойдым. Мына жерде сумма бір есепті бір көрсетейін, астына қояйын. Мына жерде 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10. Яғни мына жерде цикл қадам 2 бойынша жүріп отыр. Осыны барлығын суммаға иге қосып отырамыз. Ол үшін мына жердегідей қадам 2 бойынша жүріп отыр. 10-ға дейінгі сан, яғни 2-ден басталған иіміз мына жерде 2, 12-ге дейін 2 қадам бойынша жүріп отырады. Және сумманы 1/iге бөліп отырамыз да, оны суммаға қосып отырамыз, суммасын. Және f-те де дәл сондай, бірақ 1 көбейту 2 көбейту 3 көбейту 4, бұл жерде цикл 1-ден басталған, және 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісін экранға шығарып беру керек. Мына жерде сумма a 0-ден басталған деп жаздым, және сумма 1, яғни 1-ден, мысалға мына жерге 0 деп жазатын болсаңыз, егер көбейтуде 0 мен 1-ді көбейтеді 0 дейді, ал қалған 10 есептің барлығында 0-ге көбейтіп тастайды. Яғни сумма 0 болып шығады. Сол үшін 1-ден бастаймыз. 1-ді 1-ге көбейтсек, мысалы 1 деген сияқты, содан басталады. 1-ді көбейтесін 2-ге, оны көбейтесін 3-ге, оны көбейтесін 4-ге деген сияқты, сонымен нәтиже шығады. Нәтижесін көрейік, екеуінің 1/14, 66 сан шықты. Мына жерде екіншісінде 3.628.800 шығады екен. Яғни 1-ден 10-ға дейінгі сандардың көбейтіндісі. Келесі тапсырманы ашайын. Екінші тапсырма. Екінші тапсырма бізде x, y бүтін сандар берілген, x және y аралығындағы барлық сандардың көбейтіндісін және санын есептейтін программа жазыңдар. X пен y-ті аламыз қолданушыдан, сан 0, яғни бұл жерде санымыз есептеу үшін, қанша сан енгізілген, қанша сан бар екенін есептейтін айнымалы, және сумма. Сумма бізде көбейтуді есептеп отырады. Run'ды басаймыз, және print сумма мен санды енгіземіз. Экранға нәтижесін шығарады сонымен. Мысалға, 1 мен 10-ға дейінгі сандардың аралығында, жаңа 1-ден 10-ға дейінгі сандардың 9 сан бар дейді. 9 мына жерде 10-ға көбейтпегендіктен, жаңа алдыңғы есепте 3.628.800 шықты ғой. Ол жерде 10 бар еді. Мына жерде y аралығындағы деген, яғни y кірмейді, яғни 10-шы сан кірмейді. Сондықтан 9 санның көбейтіндісі осындай шығады екен. 9 сан бар екенде экранға шығарып беріп тұр, иә. Енді үшінші тапсырманы ашайық. Үй тапсырмасы 3. Бізге экранға 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деген сандарды шығару керек, бірақ мысалы 10-нан 10 штук, 9-дан 9 штук, 8-ден 8 штук, 7-ден 7 штук, 6-дан 6 штук шығарып беру керек. Енді оны шығару оп-оңай, run басып, формен экранға шығарып бере аламыз. Бұл жерде әрбір санды стрингқа айналдырып отыруымыз керек. Яғни i-ді стрингқа айналдырсақ, 1-дің өзін шығарады, 2-ге өтеді, 2-ні стрингқа айналдырады да, оны 2 рет көбейтіп экранға шығарады. 3 болады цикл, 3-ден, енді 1-ден 11-ге шейін бір қадам арқылы, мына жерде 1-ді жазып алсаңыз да болады. Дәл осы нәтижені алуға болады. Енді келесі сабағымызға өтейік. 20-шы параграф, практикум. Бұл жерде де 3 деңгей бар. А деңгейі, Б деңгейі, С деңгейі. Жалпы 15 есеп берілген. Ол 15 есептің барлығын бірге шығарайық. Ол үшін idle'ымызды ашайын. Сіздер үшін барлығын жазып қойдым. Рабочий стол, 8-ші сынып, 20-шы параграф, бірінші есеп. Бізде бір бананның бағасы 100 теңге тұрады дейді. 2, 3, 30 бананның құнын есептеп шығаратын экранға шығаруымыз керек. Бананымыз 100-ге
100-ге тең дедім, және соны әр бананның бағасын есептеп экранға шығарып беріп отырдым. Мысалға, мына жерде 1 банан 100, 2 банан 200, 30 банан 3000 теңге деп экранға шығарып береді. Екінші тапсырма, жердің радиусы 6350 км болатын идеалды сфера екенін ескере отырып, жерден биіктігі 1 және 2, 3, 4, 10 км болатын нүктеден көкжиек сызығына дейінгі қашықтықты анықтаңдар. Бұл жерде екі түрлі формула бар. Екі түрлі формуладан нақты мәліметін есептесеңіз, екінші формуланы қолданасыз. Кәдімгі негізі көкжиектегі сызықтың арақашықтығын есептейтін формула. Түбір асты 2 көбейтілген h көбейтілген үлкен r. Бұл жерде біз математикалық формула, математикалық символ қолданған кезде import math деген нәрсені қолданамыз. Математикалық амалдарды орындау үшін. Бұл жерде радиусымыз берілген 6350, s-іміз сумма есептейді. Оны 1-ден 11-ге дейінгі қашықтық, яғни 1 километр, әр километр сайын есептеп отырамыз. S тең, мына жерде mass sqrt, sqrt дегеніміз түбір асты деген сөз. Яғни 2 көбейту i көбейтілген r. Біздің i-іміз мына жерде h биіктік деп алсақ болады. Мына жерден 1, 2, 10 деген h болып есептеледі. Бізде оны i деп алдық. Дәл солай экранға шығарып беріп отырады нәтижені. Мысалға, бірінші километрде 112-де 69, екінші километрде 159-да 37, яғни осылай арақашықтығын есептеп береді екен бізге. Келесі үшінші тапсырмаға өтейік. Мына жерде 3-ке өтпестен бұрын екінші формуланы да қолдансаңыздар болады. Түбір асты деген жерге sqrt жазасыздар. Жақшаның ішіне мына формуланы қойып жіберсеңіздер, екінші мәні шығатын болады. Мына жерде h-тың квадраты, биіктіктің квадраты, мына жерде 2 көбейтілген биіктік көбейтілген радиус екен. Open үшінші тапсырма. Жабайы. Ауа тығыздығы заң бойынша биіктеген сайын сирейді. Яғни бұл жерде тығыздықтың формуласын берген екен. Мұндағы P минус H метр биіктіктегі тығыздық. Ең бастапқы тығыздық берілген 1,29 килограмм метр куб, және Z берілген 1,25 көбейтілген 10-4 дәрежесі. 1 метрден бастап 300 метрге дейінгі қадамы 30 болатын биіктікке тәуелді ауа тығыздығының кестесін шығарыңдар. Бұл жерде біз параметрлі циклды қолданатын боламыз. P0, P0 бізде 1,29 берілген, Z-іміз 1 көбейтілген 1,125 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі. Және E-міз берілген, мына жерде E формулада E, эпсилонды интернеттен таптым. Эпсилон равно деп жазсаңыздар, 2-де 718 деп шығарып берген екен. Соны қолдандым. For E in range 1-ден 300-ге дейін 30 қадам бойынша P тең P0 көбейтілген эпсилонның дәрежесі E минус E, яғни жерде E-міз биіктігі, бірінші метрдан бастап, және Z мына жерде берілген. Осыны экранға шығарып беріп отыруы керекпіз. Мысалға, бірінші метрде мынандай 5-те 9, 31-ші метрде 5-те 5, 61-ші метрде 5-те 2, яғни тығыздық азайып жатыр бара-бара. 271 метрде 3-те 35 болып бітеді екен тығыздығы. Келесі тапсырманы ашайық, 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырма, жеңіл автокөліктердің 20 моделінің қозғалтқыш қуаты туралы мәлімет берілген. Олардың арасында қозғалтқыш қуаты 200 ат күшіне асатын модельдің бар жоғын біліңдер. Мына жерде E-міз 1-ден басталады, каунтеріміз. Бұл жерде while циклымен шығардым, яғни for мен while'ды қайталау мақсатында. Суммамызды есептейміз. Бұл сумма дегеніміз мына жерде бар ма, жоқ па деген нәрсені есептейді.
20-ға дейінгі while циклы жүреді. Яғни әр қадамда бір машинаның 20 модельдің кезек-кезек күш қуатын енгізесіз сіз, қозғалтқыш қуатын енгізесіз. Ал егер ол 200-ден асатын болса, біз оны қосып отырамыз, салып отырамыз өзімізге. Және қанша модель бар екенін де есептеп береміз бұл жерде программаға. Енді бұл сіздерге негізді емес, міндетті емес, бірақ мен сондай қылып шығарып қойдым. Мысалға 200, 210, 190, 180, 170, 150, 250, 300, 3 куб деген сөз ғой, 300 дегеніміз. 100, 120, 120, 150, 20 машинаның несін енгізесіздер. Мына жерде қалғанын өтіріктен жібере салам, тезсіз болу үшін. 200 ат күшінен асатын модель үшеуі бар екен. Мына жердегі есептің шартына қарасаңыздар, 200 ат күшінен асатын, яғни 200-ді есептемейді ол жерде. Енді есептесеңіздер де болады, ол кезде тек мына жерге тең дегенді қоясаңыздар болды. Ол кезде 200-ден бастап есептейтін болады. File, open, 5-ші тапсырмаға өтейік. 5-ші тапсырма не дейді бізде? Информатика пәні бойынша сыныптағы 25 оқушының бағасы белгілі, екілік бағасының бар жоғын анықтау. Жаңағындай, 200-ден үлкен болса, бұл жерде 2-ден кіші немесе тең болған сандарды есептейміз. 1-ден 26-ға дейін 25 оқушының бағасын ендіреміз. Және оларды 2-ден кіші болатын болса, оларды санаймыз. Егер санаған кезде 0-ден үлкен болса, егер бар болатын болса, бар дейміз, жоқ болатын болса, жоқ деп экранға шығарып береміз. Бұны орындатудың қажеті жоқ деп ойлаймын, өйткені 25 рет кіріп отыруым керек, ұзақ уақыт алады. Сіздер мынаны жазып орындатсаңыздар болады. Келесі тапсырманы ашайын. 6-шы тапсырма, ол Б деңгейінің 1-ші тапсырмасы. Мына жерде қосындыны есепте деген цикл бойынша. Мына жерде бөлінді де артып отырады, бөлгіш те артып отырады. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-ға шейін барады. Бұл 3-тен бастап 11-ге шейін барады. Мына жерде бөлінді 2 дедім, бастауы бөлгіштің мәні 3 дедім, және сумманы есеп, жалпының қосындысын есептейді. Мына жерде цикл 2-ден бастап 11-ге шейін жүріп отырады. Біріншісі енді қосып отырды. Мына жерде 11-ге шейін дедім. Бөлінді 2 және 11-ге дейін жүріп отырсын дедім. Мысалға 7-те 48 деген сан шықты, общий қосындысы. Экранға сіз мынаны қалай болып жатқанын да көрсеңіз болады. Мысалға print бөлінді бөлу бөлгіш. Қай есептегеніңіз көруіңізге болады. Мысалға 2/3, 10/11-ге дейін есептеді міне. Осылай көрсеңіз болады. Екінші тапсырмасы, 7-ші тапсырма. Бұл жерде не дейді? Қосылған 1/3. Мына жерде біздің 1/3-тің 0 дәрежесі деп алсақ болады. Өйткені әрбір санның 0 дәрежесі 1-ге тең. 1-ді 1-ге бөлсеңіз де 1-ге тең болады. Және 3-тің 8-ші дәрежесіне дейінгі жүріп отыруымыз керек. Мына жерде for in range 0-ден 9-ға шейін дедім. Яғни 0-ден бастап 0-ді жазбасаңыз да болады. Негізі range 9 десеңіз де болады. Және S тең сумманы қосамыз 1/3-тің n-ші дәрежесі. Дәрежелеу операциясын қолданылмасаңыз болады. Мына жерде бұл pow деген функция бар. Ол функцияны да қолдансаңыз болады. Мына жерде 2 несін функциясын қойып қойдым. Экранға мысалы нәтижесін шығарып береді. 1/1, 1/3, 1/9, 8 дәрежесі 65061, 6561, то есть
1,49 деген сан шығады екен экранға. Енді үшінші тапсырма, open, 8-ші тапсырма, жалпы былай есептегенде. Қазақстан чемпионатында әрбір футбол командасының жинаған ұпайлары туралы деректер бар. Командалардың чемпионаттағы орындарына сәйкес тізімде тұрғанын біліңдер. Енді мына жерде сортировка деген нәрсе болады, бірақ бұны сіз сортировканы алдағы уақытта өтесіз. Мен оны да мысал ретінде көрсетіп кеттім мына жерге. Мына сіз 3 тырнақшаны алып тастасаңыз, мына жерге мына астына қоя тұрайын. Сандар деген массив қолданатын боламыз. Әрбір команданы ұпайларын енгізіп сақтап отырамыз массивке, және массивті сортировка жасап, оны экранға жаздырамыз. Мысалға, сақтай көретін болсақ, команда ұпайларын ендіру 0 үшін 0 мен бассаңыз циклдан шығады. Мысалға, 15, 14, 13 ұпай, 10, мысалы 5 ұпай, 6 ұпай, 10 ұпай, 8 ұпай жинаған командалар бар дейік. 0-ді басып циклдан шығамыз, 0-ді есептемейміз. Команда ұпайлары 5, 6, 8, 10, 13, 14, 15. Мына жерде цикл бойынша керісінше шығаруымыз керек циклды, бірақ мен былай сортировка жасап шығарып бердім. Бұл жерде енді бұны алдағы уақытта өздеріңіз қолданасыздар. Мен мына жерде екінші нәрсе команда санын енгіземіз, және оның қай ұпай, қай қатарда тұрғанын да есептейміз. Мен түсінгенім бойынша екі түрлі нәрсе түсіндім ол есеп бойынша. Команда санын енді, мысалы 5 команда енгізейік. 15, 14, 16, 10, 9 деген ұпайлар жинасын. Ең үлкен ұпайға ие команда, үшінші қатардағы команда 16 ұпай жинады. Яғни мына жерде ең үлкен ұпай жинаған команданы және қай қатарда тұрғанын шығарып беретін программа. Келесі тапсырмаға өтейік. 9-ші тапсырма. 9-ші тапсырма бізде 200-ден асатын 17-ге бөлінетін ең кіші санды табыңдар дейді. Яғни, n-іміз 200-ге тең, және цикл бойынша жүріп отырамыз. n-ді 17-ге бөлгенде қалдық 0-ге тең емес болған кезде циклдың ішіне кіреді, ал егер 0-ге тең болған болса, сол санды алады экранға, и экранға соны шығарып береді. Мысалға, мына жерде 204 деген нәрсе шығады. 204. Өйткені 200-ден асатын 17-ге бөлінетін ең бірінші сан осы. Ал егер, мысалға, қазір мына жерде 200-ді енгіздік, 200-ді 17-ге бөлді, қалдық бірдеңе шықты, 0-ге тең емес. Сондықтан циклға кірді, n-ді тағы 1-ге артырды, 201 болды. 201-ді 17-ге бөлді, ол 201-ді 17-ге бөлгенде қалдық шығады, 202-ні бөлгенде де қалдық шығады, 203-ті бөлгенде де қалдық шығады, 204-ті 17-ге бөлгенде қалдық шықпайды. Сондықтан циклдан шығып кетеді. Print мына жерге енді сол 204-ті экранға шығарып беретін болады. Open. Так. 9, енді 10-ші тапсырманы ашайық. 4-ге бөлінетін 200-ден 300-ге дейінгі аралықты бүтін сандарды экранға шығарыңдар. Ол оп-оңай. Ол 200, 204, 208, 212, 216, 220, 224, 296-ға дейін. Яғни 300-ге дейінгі аралықта 4-ге қалдықсыз бөлінетін сандарды экранға шығару. Егер сан 4-ге қалдықсыз бөлінсе, экранға сол санды шығар. Мына жерде n-ді тең бос орын дегеніміз, яғни барлық сандарды бір қатарға шығарып беру деген сөз. Open. 11-ші тапсырма. Б деңгейінің соңғы есебі. Бурабайдағы бір ай ішіндегі ауа температурасы туралы деректер белгілі. Температураның 0 градустан қанша рет төмендегенін анықтаңдар. Енді мына жерде қанша күн бар екенін өзіңіз енгізесіз, сол күн бойынша есептеп береді. Мысалға,
Мысалы 5 күн енгізейік, енді бір айда 5 күн бар деген сияқты. Мысалы 30 десеңіз 30 күннің барлығын есептеп береді бұл жерде. 5 градус, 6 градус, 10 градус, минус 4 градус, минус 5 градус болды. 5 күн ішінде температура 2 рет 0-ден төмен болды. Яғни соны есептеп қанша рет болғанын да шығарып берді мына жерде. Ол үшін E in range K, яғни енгізілген саныңыз бойынша цикл жүреді. Температураны ендіріп отырасыз әр қадамда. Егер температура 0-ден төмен болса, төмен деген санды бірге арттырып отырасыз. Егер цикл біткеннен кейін экранға нәтижені шығару керек. Ол үшін де шарт қолданасыз. Неге? Өйткені егер 0-ден төмен болмауы да мүмкін. Барлығы плюс болған кезде 0-ден төмен болмады деп шығарып беруіңіз керек. Ал егер 0-ден төмен болса, 0-ден төмен болды қанша рет? Төмен рет 0-ден төмен болды деп экранға шығаруыңыз керек. Сақтаймыз. Файл. Енді 12-ші тапсырмаға өтейік. 12-ші тапсырмада не дейді? Арман үйден 1 километр қашықтықта орналасқан мектепке барды. Мектепке жеткенде үйді қолшатырда ұмытып кетті. Қайттан артқа қайтты. Үйіне баратқан жолдың жартысын жүріп өткеннен кейін ол мектепке барған дұрыс деп қайттан артқа қайтады. Одан кейін қайттан бірде 3 километрден кейін ол қара бұлтты көріп, ол қайттан қолшатыр алу керек деп артқа қайтады. Осылай өзгертпес бұрын, бірде 4 километр жол жүреді. Сөйтіп ол n әрекеттен кейін 1/n километр өткеннен кейін ол қайтадан шешімін өзгертеді. Арман 50 әрекеттен соң үйден қандай қашықта болатынын анықтайды. Мына жерде былайша есептегенімізде 1 қосу 1/2 қосу 1/3 қосу 1/4 қосу 1/5 50 әрекеттен кейін, яғни 50 реттен кейін ол қанша қашықтық жүргенін анықтауымыз керек. S тең сумманы есептейтін айнымалы 0-ге тең. For i, яғни i'міз 1-ден бастап 50-ге дейін, яғни 50 әрекет бойынша ол қанша рет жүріп отырды. Әр жүрген сайын ол 1/4, 1/5 циклымыз артып отырды. 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 деген сияқты. Дәл осыны есептеп суммасын шығарамыз. Жалпы суммада бұл Арман 4-49 километр жол жүріп қойған екен. Және я алам, я алмайым, я алам, я алмайым деген сияқты нәрселермен. Енді мектеп пен үйдің арасы 1 километр болса, бірақ ол 4,5 километр жүрді соған. Файл, open, 13-ші тапсырма. 13-ші тапсырма. Алматы, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан, Шығыс Қазақстан, Ақмола, Қостанай және Солтүстік Қазақстан облысында астық жинау жүріп жатыр. Әр облыстағы бидайдың егілген алқаптар гектармен алынады. Орташа өнімділік гектардан түскен центнермен мөлшер бөлігі алынады. Республика бойынша жиналған бидай мен орташа астық мөлшерін анықтау керек. Қанша бидай жиналды, қанша жалпы республика бойынша орташа астық көлемін анықтауымыз керек. Ол үшін алқап дедім, гектармен енгізесіз, өнімділік дедім, центнермен енгізесіз, республика дедім, республикадан 0 бастаймыз. Суммаға есептейміз барлығын. Алқапты енгіземіз, өнімділікті енгіземіз, және оның барлығын алқап пен өнімділікті көбейту арқылы республикаға общийға қосып отырамыз. Мысалы, мына жерде 9-ға дейін, яғни мына жерде 8 қала бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сондықтан циклымыз 9-ға шейін жүреді. Бұны орындатқызбаймын, жасап орындап қойғанмын, өйткені нәтижесін экранға көре аласыз. Біріншісінде сіз алқап гектарын енгізесіз. 4 гектар мысалға центнер. Ол 4 гектардан мысалға орташа 10 центнер алуыңыз мүмкін деген сияқты. Әрқайсысын енгізіп отырасыз. Бұл өзі қадам бойынша айтып отырады. Бірінші, екінші, үшінші деп айтып отырады. Соларды енгізіп отырсаңыз болды. Нәтижені шығарады. Одан кейін 14-ші тапсырмаға өтейін. 14-ші тапсырмада не дейді? Нұрсұлтаннан бірнеше қалаға дейінгі қашықтық белгілі. Берілген тізімдегі Нұрсұлтаннан ең алшақ орналасқан қалаға дейінгі арақашықтығыңызды. Енді қала санын енгізесіз, қанша қала санымен есептейсіз, соны енгізесіз. Максимумды 0-ге теңестіріп алдым. Және 1-ден бастап
қала қашықтығын ендіріп отырасыз. Мысалға мен бұны жұмыс жасай алайын, өйткені өзім мысалға санды беремін. 4 қаланы енгіземін. Біреуі 50 километр, біреуі 150 километр, біреуі 200 километр, біреуі 140 километр. Ең алшақ қала қашықтығы 200 километр деп экранға шығарып берді. Ең соңғы тапсырмаға өтейік. 15-ші тапсырма. Бұл жерде де екі түрлі жолмен шығаруға болады. Өйткені жай санды есептеу өте қиын есептердің бірі. Натурал сан берілген санның жай сан болатынын анықтаңдар. Жай сан деп өзіне және тек бірге ғана бөлінетін санды айтамыз. Параметрлі цикл операторы пайдаланылмайды. Параметрлі цикл дегеніміз for циклы қолданылмайды. Мына жерде ең оңай түрі де бар. Ол факториал қолдану, екіншісі while циклын қолдану. Екі түрлі жолмен жауап бере алады. Мына жерде бірінші үш тырнақшасы бар жерді қолданбаймыз. Бұны комментарий ретінде алып қойдым. Бірақ мынадан бастап орындалады есеп. Сан енгіземіз. Оны мына жерде логикалық амалын қолданамыз. Жай сан ба, жай сан емес па екенін анықтау үшін. Егер 2-ден бастап n-нің түбір астынан қалдықсыз шыққан санға дейінгі барлық сандарды тексереміз. While циклінің ішінде. i-ді 2-ден бастатамыз. Мысалға, енгізілген санымыз 5 делік. 5-ті i көбейтіп, 2-ні 2 көбейтсек 4, n-нің ішін 5-тен кіші, n-ді 5-ті 2-ге бөлеміз. 5-ті 2-ге бөлгенде қалдық 0 шықпайды. Сондықтан i-ді 1-ге арттырамыз. 3 болады. 3-ті 3-ке көбейтесің 6. Ол 5-тен үлкен циклға кірмейді. Сондықтан 5 экранға мына жерде false-ға кірген жоқ. Жай сан ба деген, яғни true болғандықтан if true экранға жай сан. Егер true емес болса, жай сан емес деп экранға шығарып береді. Run. Мысалға 5-ті енгізсек, жай сан деп шығарып береді. Басқа да жай сандарды енгізе берсеңіз болады. Мысалға 17. 17 жай сан. Өйткені 1-ге тек 17-ге ғана бөлінеді. Екінші түрі, мына 3 тырнақшаны алайын да мына жерге қояйын. Бұл жерде Мерсеннаның жай сан формуласы қолданылған. Бұл жерде математикалық оператор қолданылады. Ол факториал. Факториалды білеміз, өзіне дейінгі сандардың көбейтіндісі. Мәз факториал n-1, яғни n-ді енгіземіз өзіміз. Оны n-1-дің n-1 санының факториалын тауып аламыз бірінші. Ол факториалға 1-ді қосамыз, және оны n-ге енгізілген санымызға қалдықпен бөліне ма, бөлінбей ма, соны тексереміз. Егер қалдықпен бөлінбейтін болса, қалдығы 0 болатын болса, жай сан болады. Ал қалдығы 0-ден басқа сан шығатын болса, жай сан емес екен шығарып береді. Бұл жерде де дәл сондай орындалу тәсілі, нәтижесі. Мысалға 5-ті енгізсек, жай сан деп экранға шығарып береді. Дәл осылай біз барлық есептерді шығардық. Енді келесі сабақта кездескенше.